Баршаңызға сәлем. Менің тоқымашы Омекен YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің арнам сіздерге ұнаса, тоқымаға қызықсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі сабақта біздер той шашуларға арналған осындай әдемі сумочкалар тоқитын боламыз. Мынадай сумочкалар тоқимыз. Мен осындай түстерінен өзім той шашуға арнап тоқып қойған болатынмын. Және де сіздерге де дәл осы той шашудың тоқылу жолымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге қажетті 2,5 номерлі крючок және осындай бізде қалыңдығы осындай метрлі жіп қажет болады. Ендеше тоқымамызды бастаймыз. Жұмысымызды бастаймыз. Саусағымызға жүгімізді орап алып, крючоктың көмегімен ұзын жұмыс жібін тартып шығарамыз. Осы жерден 4 бос ilmek тоқитын боламыз. 2, 3, 4. Және бірінші бос ilmekке біріктіреміз. Және 3 бос ilmek көтереміз. 2, 3. Жүгімізді крючокқа ораймыз. Мына жерде шеңбер пайда болады бізде. Шеңбердің ішінен барлығы 4 столбик с накидом тоқуымыз керек. Бірінші столбик с накидом бізде. Мына жердегі 3 бос ilmek бізде 1 столбик болады, сонда бізде 2 столбик болып есептеледі. Енді 3-ші столбик с накидом тоқимыз. Және 4-ші столбик с накидом барлығын осы шеңбердің ішіне тоқимыз. Осылайша 4 столбик тоқып болғаннан кейін 1, 2, 3, 4. 2 бос ilmek көтереміз. Бұл бізде аркаға арналады. Ары қарай тағы шеңбердің ішіне 4 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4 столбик с накидом тоқып алдық. 2 бос ilmek көтереміз. Тағы да шеңбердің ішіне 4 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Және арка үшін 2 бос ilmek көтереміз. 1, 2. Тағы да соңғы 4 столбик с накидом тоқимыз. Бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидом, барлығын осы шеңбердің ішінен тоқып отырамыз. Үшінші столбик с накидом, төртінші столбик с накидом. Және де қатардың соңында арка үшін тағы да 2 бос ilmek көтереміз. Бірінші қатар аяқталды. Біз мына 4 столбиктің 4-еуін тоқып алдық. Осылай ортасына 2 бос ilmek көтеріп отырдық. Ең қатардың соңында 2 бос ilmek көтердім және мына жердегі бірінші, екінші, үшінші дәл осы бос ilmekке петляға біріктіретін боламыз. Бізде бірінші қатар осылай аяқталды. Екінші қатарда дәл осы жерден 3 ilmek көтереміз. 3. Енді мына арканың ішіне тоқитын боламыз. 1 столбик с накидом тоқимыз осы аркаға. Бізде сонда 2 столбик болып есептеледі. Ары қарата 4 столбикке 4 столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай 4 столбик с накидом. Бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидом, үшінші столбик с накидом. Әрбір петляға тоқып жатырмыз. Және келесі петляға 4-ші столбик с накидом. Енді біздер аркаға келдік.
Мінекей мына аркіге тағы да 2 столбик накидым тоқимыз. Бірінші столбик накидым. Осы аркіге екінші столбик накидым тоқимыз. Мінекей, сонда бізде бір қабырғасында барлығын қосқанда 8 столбик накидым болады. Енді аркіге 2 бос ілмек көтеріп отырамыз міндетті түрде. Тағы да дәл осы аркіге 2 столбик накидым тоқимыз. Бірінші столбик және екінші столбик накидым, осы аркіге тоқимыз. Және ары қарай 4 столбик накидым. Біреу, дәл осы петлядан бастап тоқитын боламыз. Екінші, келесі петляға екінші столбик накидым. Келесі петляға үшінші столбик накидым. Келесі петляға төртінші столбик накидым. Енді аркіге 2 столбик накидым тоқимыз. Бірінші және осы аркіге екінші столбик накидым. Арка үшін міндетті түрде біздер мына 2 қатар тоқып шықтық. Ары қарай жалғастырамыз. Арка үшін міндетті түрде 2 бос ілмек көтереміз. Және осы аркіге тағы 2 столбик накидым тоқимыз. Біреу, дәл осыған екінші столбик накидым. Ары қарай 4 столбик накидым тоқимыз. Осы петляға бірінші столбик накидым. Келесі петляға екінші столбик накидым. Келесі петляға үшінші столбик накидым. Келесі петляға төртінші столбик накидым. Аркіге 2 столбик тоқимыз. Бірінші столбик накидым. Және екінші столбик накидым. 2 бос ілмек көтеруді ұмытпаймыз арка үшін. 2. Және дәл осы аркіге тағы да 2 столбик накидым тоқимыз. Бірінші столбик және екінші столбик накидым осы аркіге. Ары қарай 4 столбик тоқимыз. Келесі петляға бірінші столбик накидым. Келесі петляға екінші столбик. Келесі петляға үшінші столбик. Келесі петляға төртінші столбик. Және арка үшін арканың ішіне 2 столбик накидым. Біреу, екеу. Арка болғандықтан біз міндетті түрде 2 бос ілмек көтереміз. Қатарды аяқтап, үшінші бос ілмекке біріктіреміз. Екінші қатар осылай аяқталды бізде. Үшінші қатарды бастаймыз. Үшінші қатарда 3 бос ілмек, 2, 3 және аркіден бастап тоқимыз. Аркының ішіне 1 столбик накидым тоқимыз. Сонда бізде 3 бос ілмекпен бірге 2 столбик болады. Ары қарай петляға 8 столбиктен тоқимыз. Осы петляға 1 столбик накидым. Келесі петляға екінші столбик. Келесі петляға үшінші столбик накидым. Келесі петляға төртінші столбик накидым. Келесі петляға бесінші столбик накидым. Келесі петляға алтыншы столбик накидым. Келесі петляға жетінші, осы петляға жетінші столбик накидым тоқимыз. Және осы соңғы петляға 8-ші столбик накидым тоқимыз. Аркіге келдік. Аркіге міндетті түрде 2 столбик накидым тоқимыз. Біреу. Және осы аркының ішіне 2 столбик накидым. 2 столбиктен кейін міндетті түрде бізде бір қабырғасында 12 столбик болады сонда барлығы. Біреу, екеу. Және осы аркіге тағы да 2 столбик накидым тоқимыз. Бірінші столбик накидым. Және осы аркының ішіне
екінші стол ісін накидін тоқимыз. Ары қарата тағы да 8 стол ісін накидім. Біреу, келесі петляға екінші стол ісін накидім. Келесі петляға үшінші стол ісін накидім. Келесі петляға төртінші стол ісін накидім. Келесі петляға бесінші стол ісін накидім. Келесі петляға алтыншы стол ісін накидім. Келесі петляға жетінші стол ісін накидім. Және соңғысына 8-ші стол ісін накидім тоқимыз. Енді аркіге 2 столбик тоқимыз. Аркының ішіне 1-ші стол ісін накидім. Және осы аркының ішіне 2-ші стол ісін накидім тоқимыз. Сонда бізде бір қабырғасында барлығын қосқанда 12 стол ісін накидім болады. Енді ары қарай дәл осыны қайталай отырып, осы екі қабырғасын өзіміз тоқып шығамыз. Яғни мына жерде арка үшін 2 бос ілмек көтеруді ұмытпаймыз. Одан кейін осы аркаға тағы 2 стол ісін накидім тоқимыз. Тағы 2 столбик, 2 бос ілмек, 2 столбик. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығайық. Қатарды аяқтадым. Мен 3-ші бос ілмекке біріктіріп, келесі жіппен келесі қатарды бастайын деп жатырмын. Неке осылай келесі жіпті алып аламыз. Және біріктіру үшін, яғни босап кетпеу үшін осылай бір орап тоқып аламыз. 2 жіпті қатарынан. Және 3-ші бос ілмек көтереміз. Яғни бізде мынау 1, 2, 3 бос ілмек болды. Енді бұл қатарды да дәл солай аркының ішінен бастап тоқимыз. 1 стол ісін накидім тоқимыз. Мына жіпті қимаймыз, осылай тұра берсін. Мына қысқа жіпті ұстап тұрып, ішіне жасырып кетеміз. Ары қарай әр петляға жеке-жеке бір-бірден 4 стол ісін накидім тоқимыз. 1-ші петляға 1 стол ісін накидім. Келесі петляға 2-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 3-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 4-ші стол ісін накидім. Ары қарай 3 бос ілмек тастаймыз. 1, 2, 3, 4-ші бос ілмекке тоқимыз. Бұл жерге де 4 стол ісін накидім тоқимыз. 1, келесі петляға 2, келесі петляға 3-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 4-ші стол ісін накидім. Енді аркіге дәл солай 2 стол ісін накидім тоқимыз. Алдың қатардағыдай 1 және 2. Бір қабырғасында 6-6-да 12 столбик болады. Ары қарай арка үшін 2 бос ілмек көтереміз. Және осы аркіге тағы 2 стол ісін накидім тоқимыз. 1-ші және осы аркіге 2-ші стол ісін накидім тоқимыз. Келесі петлядан бастап 4 стол ісін накидім тоқимыз. Осы петляға 1-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 2-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 3-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 4-ші стол ісін накидім. Сонда бізде аркідегі 2 столбикпен бірге барлығы 6 столбик болады. Жіпті крючок ораймыз, астынан 3 бос ілмек тастаймыз да 4-ші петляға тағы да 4 стол ісін накидім тоқимыз. 1, келесі петляға 2-ші стол ісін накидім. Келесі петляға 3-ші стол ісін накидім. Келесі соңғы петляға 4-ші стол ісін накидім тоқимыз. Және аркіге 2 стол ісін накидім. 1 және осы 2-ші стол ісін накидім тоқимыз.
Арка үшін 2 бос ілмек көтереміз. Енді ары қарай мына 2 қатарды тоқығандай дәл осы 2 қабырғасында тоқып шығамыз. Мына жерге арка үшін 2 бос ілмек көтеріп алайық. Және ары қарай осы жерге тағы 2 столбик с накидом тоқисыздар да 4 столбик с накидом тоқып 3 петля тастаймыз. Мына аркаға келгенде 2 столбик, 2 бос ілмек, 2 столбик тоқимыз. Осылайша қабырғасын қатарды аяқтап шығайық. Мінекей мен толық қатардың аяғына келдім. Арка үшін 2 бос ілмек көтеріп алдым. Ұмытпаймыз. Және 3-ші бос ілмекпен біріктіреміз. Енді ары қарай келесі жіпті, мына жіпті былай қоя тұрамыз да, мына ашық жасыл жібімізбен тоқимыз. Дәл солай алдыңғы қатар сияқты қылып тоқимыз. 3 бос ілмек көтереміз. 2, 3. Және мына аркадан бастап тоқитын боламыз міндетті түрде бастапқысын. 1 столбик с накидом. Бізде аркада 2 болды. Ары қарай тағы да келесі петляден бастап 4 столбик с накидом тоқимыз. 1-ші столбик с накидом, келесі петляға 2-ші столбик с накидом, келесі петляға 3-ші столбик с накидом, және келесі петляға 4-ші столбик с накидом. Сонда бізде барлығы 6 столбик с накидом болады. Енді астынан 3 бос ілмек тастауды ұмытпаймыз. 4-ші бос ілмекке тоқимыз. Жіпті крючокқа орап, 4-ші бос ілмектен бастап ары қарай 4 столбик тоқимыз. 1-ші столбик с накидом, келесі петляға 2-ші столбик с накидом, келесі петляға 3-ші столбик с накидом, осы петляға тоқимыз. Және келесі петляға 4-ші столбик с накидом. Аркаға 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, және осы аркаға 2-ші столбик с накидом. Арка үшін міндетті түрде 2 бос ілмек көтереміз. 1, 2. Дәл осы аркаға тағы да 2 столбик с накидом. 1-ші столбик с накидом. Және осы аркаға 2-ші столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай келесі петлядан бастап 4 столбик с накидом. 1-ші петляға 1-ші столбик с накидом, келесі петляға 2-ші столбик с накидом, келесі петляға 3-ші столбик с накидом, келесі петляға 4-ші столбик с накидом. Аркадегі 2 столбикпен қосқанда 6 столбик с накидом болады. 3 бос ілмек тастаймыз. 4-ші бос ілмекке бастап 1-ші столбик с накидом тоқимыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай 2-ші столбик с накидом тоқимыз. 3-ші столбик с накидом келесі петляға. Және келесі петляға 4-ші столбик с накидом. Аркаға 2 столбик тоқимыз. Аркадегі 2 столбикпен бірге 6 столбик с накидом болады. 1-ші столбик, және осы аркаға 2-ші столбик с накидом. 2 бос ілмек көтереміз. Енді ары қарата дәл осылай бізде жоғары қарай жинақталып шығып жатыр сумочкамыз. Енді дәл осы 2 қатардағыдай, алдыңғы қатардағы қалай тоқыдық, дәл солай өзіміз тоқып шығамыз. Яғни мына жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін әрбір қатарға бір-бірден, петляға бір-бірден 4 столбик с накидом мына жергеден тоқимыз. Мына 3 петляны тастаймыз да, 4-ші петлядан бастап 4 столбик с накидом тоқимыз. Аркаға 2 столбик с накидом, 2 бос ілмек, 2 столбик с накидом. Ары қарай дәл солай қайталап қатарды аяқтаймыз. Қатардың аяғына келдім. 1-ші, 2-ші, 3-ші бос ілмекпен көтеріп алатын боламын, біріктіріп. Келесі жібімізді осылай, мына жібімізді былай қоямыз да, келесі жібімізді алатын боламыз. 3 бос ілмек көтереміз міндетті түрде.
екеу және үшеу. Дәл осы екі қатармен бірдей қылып тоқимыз. Арканың ішінен бастап тоқимыз. Бір столбик накидім. Бізде уже аркада екі столбик болды. Келесі петляға бірінші столбик накидім. Дәл алдыңғы қатардағыдай 4 столбик тоқимыз. Келесі петляға екінші столбик накидім. Және келесі петляға үшінші столбик накидім. Келесі петляға төртінші столбик накидім. Аркадегі екі столбикпен бірге 6 столбик болады барлығы. Мына астындағы 3 петляны тастаймыз да, 4-ші петлядан бастап тағы да 4 столбик накидім тоқимыз. Біреу. Келесі петляға екінші столбик накидім. Келесі петляға үшінші столбик накидім. Және соңғы петлямызға 4-ші столбик накидімізді тоқимыз. Аркаге міндетті түрде 2 столбик накидімді бірге тоқимыз. Бірінші столбик накидім. Осы аркаге екінші столбик накидім. Және арка үшін міндетті түрде 2 бос ілмек көтереміз. Енді дәл алдыңғы қатардағыдай жалғастырамыз. Бір аркаге, осы аркаге 2 столбик накидім тоқимыз. Енді қараймыз, мына жерге 4 столбик накидім. Біреу. Келесі петляға екінші столбик накидім. Келесі петляға үшінші столбик накидім. Келесі петляға 4-ші столбик накидім. Және жұмысты крючокқа орап аламыз да, осы жерден 3 бос ілмек тастап, 4-ші бос ілмектен бастап, тағы да 1-ші столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға екінші столбик накидім. Келесі петляға үшінші столбик накидім. Келесі петляға 4-ші столбик накидім. Және аркадегі 2 столбикпен бірге 6 болады. Аркаге бірінші столбик накидім. Және аркаге екінші столбик накидім. 2 бос ілмек көтереміз. Енді мына екі қабырғасын дәл астындағы екі қатар сияқты қылып өзіміз тоқып шығайық. Так, мен міне қатарды аяқтадым. Бізде осындай болып шығып жатыр сумкамыз. Жоғарысынан ішінен қарағанда дәл осылай тұрады. Енді ары қарай қатарды аяқтаймыз. Үшінші бос ілмекке біріктіреміз. Біріктіру амалын орындаймыз да, келесі түсті жіппен тоқимыз. Жібімізді былай қойып, жасыл жібімізді аламыз. Ашық жасыл жібімізді. Бізде жіптер осылай болып шығады ішінен. 3 бос ілмек көтереміз қатардың басында. Біреу, екеу, үшеу. Және арканың ішінен бастап тоқимыз. 1 столбик накидім тоқимыз арканың ішіне. Ары қарай дәл мына алдыңғы қатардағыдай 4 столбик накидім тоқып шығамыз. Осы петляға бірінші столбик накидім. Осы петляға бірінші столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға екінші столбик накидім. Келесі петляға үшінші столбик накидім. Келесі петляға 4-ші столбик накидім. Жібімізді крючокқа орап, алдыңғы қатардағыдай 3 бос ілмек тастап, 4-ші бос ілмектен бастап тоқимыз. 1-ші столбик накидім. 2-ші столбик накидім. 3-ші столбик накидім. Және соңғы петляға 4-ші столбик накидім. Аркаге 2 столбик накидім тоқимыз. 1-ші столбик накидім.
және осы аркіге екінші столбиксін әкелдім. 2 бос ілмек көтереміз. Енді мына жақ қабырғаларын өзіміз дәл астыңғы 3 қатарда қалай тоқыдық, дәл солай тоқып өзіміз жалғастыра берейік. Аркіге 2 столбиксін әкеліп тоқып аламыз да, кейін тағы 4 столбик, 3 петля тастаймыз, 4 столбик, 2 столбиксін әкелдім аркіге, және аркідегі 2 бос ілмекті тоқуды ұмытпаймыз. Қатардың аяғына келдім мен. 3-ші бос ілмекпен біріктіріп аламыз. Және жібімізді қиып тастап, келесі жіппен тоқитын боламыз. Осы жерден 1 столбиксін әкеліп көтереміз. Енді біздер мына ұстайтын бауын айналдырып тоқитын боламыз. Ары қарай 1 бос ілмек көтереміз. Осы жерден 1 бос ілмек көтереміз де, мына жібімізді ұстап тұрып, әрбір петляға жеке-жеке бір-бірден столбик без накида тоқып шығамыз. Столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, келесі аркіден дәл осылай столбик без накида тоқып қайталай береміз. Келесі петляға столбик без накида, келесі петляға да столбик без накида. Біздер аркіге келдік, осы жерден де столбик без накида тоқимыз да. Енді бұлай тоқымаймыз, жоғарысынан осылай мына ұстайтын жерін тоқитын боламыз. Бізге 14 бос ілмек көтереміз. 2, 3, 4. Некеге 14 бос ілмек көтеріп алдым. Енді дәл осылай келесі аркіге әкеліп тоқимыз. Осылай оң жақ бетіне қаратып алыңыздар. Келесі аркіге, аркіден крючогымызды өткізіп, жібімізді тартып, столбик без накида тоқимыз осы жерден. Енді мына жақ қабырғасына да дәл осы ұқсап столбик без накидалар тоқимыз. Келесі петлядан бастаймыз. Столбик без накида. Келесі петляға да 1 столбик без накида. Без накида. Аркіге келдік, столбик без накида тоқимыз. Ары қарата тағы да 14 бос ілмек тоқимыз. Он төртінші бос ілмек тоқып алдым. Енді аркіге әкелеміз. Мына аркіге әкеліп столбик без накида тоқып аламыз. Ары қарай тағы да келесі петлядан бастап, осы қатарға тағы бір қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жерге дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Біздер енді мына ұстайтын жеріне келдік. Осы жерден 20 столбик без накида тоқимыз. Яғни осылай ішінен алып 20 столбик без накида тоқып шығайық.
Мінекей мен 20 столбик без накид тоқып қылдым. Енді мына жағында дәл солай әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Келесі ұстайтын жеріне келдім. Бұл жерге де 20 столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай. Мінекей мен 20 столбик без накидадан тоқып алдым. Енді мына жерге біріктіреміз. Жүгімізді біріктіріп, осы жерден қиып тастаймыз. Енді ары қарай мына жүгімізді мына петлялардың арасына жасырып тастаймыз. Мінекей сумочкамыз дайын болды. Өте әдемі шағын сумочка пайда болды менде. Той шашуларға өте керемет қоржынша немесе сумочка болады деп ойлаймын өзім. Мен өзім осындай түстерінен әртүрлі расцветкаларына тоқып қойдым. Той шашуға арнап тоқыған болатынмын. Видео сабақ ұнаса міндетті түрде лайк баса кетіңіз және арнама міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Осындай той шашуларды қаласаңыздар, төменде описаниеде сілтемеге өтіп тапсырыс берсеңіздер болады. Келесі видео сабақта кездескенше.